Сәлеметсіз ме балақай, мен Айдана Сейітжанқызы. Қазір бізде дүниетану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адам өмірінде табиғат жағдайының алатын орны және де өсімдіктер мен жануарлардың адам өміріндегі рөлі. Енді бүгінгі сабақта сенің меңгеретінің тау, жазық, көлдер мен өзендердің, өсімдік пен жануарлардың шаруашылықтағы маңызын анықтау және де табиғи нысандардың түрлерін ажырата білу. Ал енді балақай, менімен бірге Қазақстанның әсем жеріне саяхат жасауға қалай қарайсың? Олай болса, назарды экранға аудар. Экранда еліміздің физикалық картасы белгіленген. Қазақстан, балалар, табиғаты әсем, көрікті жерлерге бай өлке. Мысалға, жер жаннаты Жетісу өлкесі, биік шыңды Алтай тауы, емдік қасиеті мол Алакөл көлі бар, және де шөбі шүйгін Баянауыл жері бар. Табиғаты тылсым жерлерге толы үстірт секілді ойпатты жерлерімізде бар. Балалар, міне осы мен атаған өзен, көл, тау, жазық жерлер, ойпаттар атадым. Осының барлығын біз қалай атаймыз? Дұрыс айтасыздар. Біз бұл жерлердің барлығын жер бедері деп атаймыз. Ал осы жер бедері біздің картамызда барлығы бірдей түспен белгіленген бе? Әрине жоқ, барлығы әртүрлі түспен белгіленген. Олай болса, осы жер бедерінің түрлерімен және осы жер бедерінің картада қандай түспен белгіленгенін білу үшін видеоға назар аударайық. Қазақстан табиғаты алуан түрлі. Өйткені біздің еліміз ұлан ғайыр жерді алып жатыр. Қазақстанда жазық далалар да, ойпаттар да, таулар да бар. Қала немесе ауылдың сыртына шықсаңыз, төңірек айқын көрінеді. Кейбір жерлерде қырат та, тау да жоқ. Айнала теп-тегіс болады. Мұндай жерлер жазықтар деп аталады. Картада олар жасыл түспен беріледі. Кейбір жерлерде ойыс жазықтар кездеседі. Жазықтың бұл түрін ойпат деп атайды. Мысалы, Каспий маңы ойпаты теңіз деңгейінен төмен орналасқан, және ол картада қою жасыл түспен белгіленеді. Жер бетінің өте биік жерлерін тау деп атайды. Таулар алуан түрлі болады. Биік таулардың бетке тік жарлы, қия болып келеді. Таулардың көбісінің шыңын қар басып, мұздық құрсап жатады. Мұздықтардың пішіні әртүрлі болады. Кейбіреулері төменге қарай үшкірленіп бітсе, ал кейбіреулері шың басына киілген қалпақ тәрізді болады. Бәрекелді, балақай, енді осы жер бедерінің атауы мен картадағы белгілену жайлы толық тағы да бір есте сақтау үшін келесі тапсырманы менімен бірге орындаңыз. Ал балақай, тапсырманы бастаймыз. Теңіз деңгейінен нөлден төмен деңгейде орналасқан жер бедерін қалай атаймыз? Шұқыр, таулар, алқап, таулы қырат. Дұрыс жауабы шұқыр. Шұқыр немесе ойыс, ойпат деп атаймыз. Ал картадағы түсі қалай ойлайсыздар? Картадағы түсі күңгірт, жасыл. Келесі, 0-ден 300 метрге дейінгі жер бедерін алқап деп атаймыз. Алқап немесе жазық деп атаймыз. Яғни тегіс жерді атаймыз. Картадағы түсі жасыл түс. Келесі, 300-ден 600 метрге дейінгі теңіз деңгейі 600 метрге дейінгі жер бедерін таулы қырат деп атаймыз. Картадағы түсі сары түс. Келесі, 600 метрден жоғары биіктікте орналасқан жер бедерін таулар деп атаймыз. Картадағы түсі, балалар, қоңыр түс. Енді тексерейік. Бәрекелді, барлығы дұрыс болды. Осы жер атаулары мен картадағы түсін мұқият зер салып жаттап алыңыздар. Жақсы, бәрекелді балалар. Енді осы табиғат нысандарын біз күнделікті адамдар өмірімізде қандай мақсатта қолданамыз? Осы туралы бірге әңгімелесейік. Мысалға, таулы аймақтарымыз. Таулы аймақтарымыз, балалар білесіздер, табиғаты көркем және ауасы таза. Сондықтан бұл жерлерді адамдар демалыс орны ретінде қолданады екен. Мысалға, Бурабай шатқалы, Іле Алатауының етегінде демалыс орындары ашылған. Сонымен қатар, таулы аймақтарымызда қазба байлықтарға мол. Сондықтан бұл жерден біз қазба байлықтарды алып, күнделікті өмірімізге, тұрмысқа, шаруашылыққа қолданады екенбіз. Мысалға, Алтай тауынан
еліміздің оңтүстігінде орналасқан Тянь-Шань тауынан бізде көптеген қазба байлықтар алынады. Және балалар естеріңізде сақтаңыздар, Қазақстанның ең биік нүктесі осы Тянь-Шань тауында орналасқан. Ең биік нүктесі Хан Тәңірі шыңы деп аталады. Биіктігі 6995 метр. Есте сақтап алыңыздар. Және де таулы аймақтарымызда өсімдіктер мен жануарларға да өте бай. Мысалға, Жоңғар тауы, Түрген шатқалы секілді тауларымызда өсімдіктер мен жануарлар мол. Сол үшін бұл жерлерден біз орман шаруашылығын, бұғы, мал шаруашылығын да дамыта аламыз. Енді келесі жазық жерлерімізге кезек берейік. Жазық жерлеріміз мысалға солтүстік қазақ жазығы. Қазақстан жерінде Орал тауынан бастап, еліміздің шығысындағы Алтай тауына дейінгі 200-250 км жіңішке алапты жазық. Бұл жерлерде республиканың егіншілік дамыған аймағына жатады және қазба байлыққа да бай. Келесі жазығымыз Тұран жазығы. Тұран жазығы орталық Азиядағы кең жазықты аймақ. Бұл еліміздің оңтүстік батысындағы Тұран ойпатынан бастап, Арал теңізі маңы, Мойынқұм алабы және Балқаш, Алакөл көлінің маңын барлығы осы Тұран жазығы алып жатыр. Бұл жерлерде Қазақстанның күріш, тары, мақта егетін және бау-бақша отырғызатын басты аудандардың барлығы осы жазықта орналасқан. Және бұл жерде мұнайлы газды аудандар да осы маңайда орналасқан екен. Келесі жазығымыз біздің Каспий маңы ойпаты. Бұл Каспий теңізін солтүстігінен доға тәрізді ораған ойпатты жазық. Каспий маңы ойпатында мұнай, газ, ас-тұз кен орындары мол. Және де бұл жер мал жайылымына ыңғайлы, сонымен қатар бау-бақша, дәнді дақылдар және күріш секілді дәнді дақылдар егіледі. Сонымен қатар біздің еліміз өзен көлдерге де бай екен. Мысалға, ірі өзендерімізді атасақ, солтүстігіміздегі Есіл өзені, Ертіс өзені, оңтүстігіміздегі Сырдария, Шу өзендері, батысымыздағы Жайық, Жем өзендері. Сонымен қатар көлдерімізді атасақ, Балқаш көлі, Алакөл көлі және біздің Каспий, Арал теңіздерімізде бар. Мінекей осындай су көздерін біздің халқымыз ауыз су ретінде және де өздерінің егін шаруашылығында егінін суаруға, мал шаруашылығында малын суаруға қолданады екен. Жақсы. Және де балалар, біздің табиғатымыздың бір бөлшегі өсімдіктер мен жануарлар да біздің жерімізде сан алуан. Сол себепті осы өсімдіктер мен жануарларды халық азық-түлік ретінде және күнделікті өмірінде қолданатын, тұтынатын заттарын жасайтын материалдарды да осы өсімдіктер мен жануарлардан алады екен. Мысалға, атап өтетін болсақ, еліміздің солтүстік өңірі егін шаруашылығына ыңғайлы. Яғни бұл жерде егін егіледі және мол астық өнімдері алады. Ал еліміздің шығыс өңірі, өздеріңіз байқағандай, таулы аймақ көп болғандықтан бұл жерде жан-жануарларға қатысты шаруашылықтар дамыған. Мысалға, бұғы шаруашылығы, марал шаруашылығы, жылқы, сиыр шаруашылықтары және де орман шаруашылығы жақсы дамыған. Сонымен қатар, осы шаруашылыққа сәйкес ет, сүт өнімдері және орман шаруашылығынан біздің күнделікті өмірімізге қажетті ағаш материалдарын да осы шаруашылықтардан алады екенбіз. Ал оңтүстігімізге қарасақ, оңтүстігіміз табиғаты, климаты жылы болғандықтан бұл жерде мақта шаруашылығы өндіріледі. Және мақта шаруашылығынан киім-кешектер жасалады. Және де батысымызға келетін болсақ, батысымыз біздің мұнайлы өлке, сонымен қатар мал шаруашылығының ішінде түйе шаруашылығы жақсы дамыған. Соған сәйкес бұл жерден ет, сүт өнімдері алуымызға болады екен. Мінекей байқап қарасақ балалар, біздің барлық тұтынатын затымыздың барлығын біз өзіміздің жер табиғатымыздан, әсем табиғатымыздан алады екенбіз. Енді келесі кезекті сен білесің бе айдарына берейік. Қазақстан жер көлемі жөнінен дүние жүзінде 9-шы орында тұрғанын білесің бе? Сенің елің әлемдегі жер алып мемлекеттердің бірі. Оның көлемі 2.724.900 шаршы шақырым. Біздің еліміз Франциядан 5 есе, Италиядан 9 есе, Англиядан 11 есе үлкен.
Қазақ жеріне бір сәтте Ұлыбритания, Франция, Испания, Германия, Австрия, Нидерланды және Жапония мемлекеттері сыйып кетер еді. Балақай, бұл жерді адамзат мекен еткелі 1 миллион жыл болды. Тарихтың өне бойында қазақтар осы ұлан-ғайыр жерге иелік еткен. Ата-бабаңнан қалған қасиетті жерді сен де сақтауға тиістісің. Ол үшін білім алып, ел қорғаны болуың керек. Жақсы, балалар, сонымен бүгін біз табиғатымыздың әсем жерлерімен таныс болдыңыздар. Осы табиғат қазақ жерінің әсем жерлерін сақтап қорғап қалу, ол біз бен сіздің міндетіміз. Олай болса, бүгінгі сабақта сен табиғи нысандардың түрлерін ажырата алдың, табиғи нысандардың шаруашылыққа тигізетін маңызын сипаттадың, өсімдіктер мен жануарлардың адам өміріндегі рөлін анықтадың. Енді сізге үйге тапсырмам. Біз не үшін табиғатты сақтап, қорғауымыз керек? Осы тақырыпта ойланып, шағын эссе жазып, сынып жетекшіңізбен, пән мұғаліміңізбен кері байланыс жасасаңыз болады. Балақай, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыз. Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құрама есептер. Сенің меңгеретінің тура және жанама сұрақтары бар есептерді бір-бірінен ажырата білуді үйренесің. Ал енді балалар, біз алдыңғы сабақта Алматы қаласына саяхатқа барған едік. Ал енді бүгінгі сол Алматы қаласындағы хайуанаттар бағына саяхатқа шығайық. Ол үшін экранға назар аударып, бейнетаспаны тамашалаңыздар. Алматы зоосаябағында әлемнің түрлі аймағында кездесетін бірегей жануарлар бар. Хайуанаттар бағының ең сұлу жануарлары оңтүстік Африка керіктері. Есімдері хан және сұлу. Күйіс қайратын жұп тұяқты ерке жануарлар негізі бұталы, сирек орманды, жазық далалы жерлерді мекендейді. Керіктердің бойы сидам, бірақ мығым болады. Артқысынан гөрі әлде қайда ұзын, алдыңғы аяқтарының арқасында өте шапшаң жүгіреді. Сүтқоректілердің ішінде жүрегінің көлемі жөнінен ең үлкені керіктер. Ал балалар, тамашалап болған болсаңыздар, демек қандай тамаша көрікті жерлеріміз бар. Хайуанаттар бағында неше түрлі құстар, аңдар, жануарлар бар екен. Ал енді сол жануарларға байланысты есептер шығарайық енді. Мына экрандағы суреттерге назар аударсаңыздар, бірінші суретте балықтар, екінші суретте құстар, үшінші суреттерімізде жануарлардың суреттері берілген. Егерде сіздер сол суреттердің астындағы өрнектерді, есептерді шығаратын болсаңыздар, онда осы жануарлардың, құстардың, балықтардың қанша түрі бар екенін біле аласыздар. Ол үшін барлығымыз қолымызға дәптерді, қаламды алып отырып, өрнектің мәнін таба отырып, есептерді шығарайық. Амалдардың орындалу ретін еске ала отырып, есептерді орындаңыздар. Ал балалар, орындап болған болсаңыздар, енді өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Балықтардың 83 түрі бар екен. Ал құстардың 100 түрі бар екен. Ал жануарлардың 74 түрі бар екен балалар. Міне балалар, көрдіңіздер ме? Демек, әрбір жануарлардың қаншама түрлері бар екенін біздер байқап білдік. Ал енді балалар, келесі есепке назар аударыңыздар. Шартын оқимын, мұқият тыңдап отырыңыздар. Аналық керіктің массасы 6 центнер, аталық керіктің массасы аналығына қарағанда 2 есе ауыр. Ал төлінің массасы аталығынан 6 есе жеңіл. Керік төлінің массасы неше центнер? Бұл жерде енді балалар алдыңғы өткен тақырыптарды еске ала отырып, тура және жанама есептерді сұрақтарын қоя отырып, есепті орындап шығаруымыз керек. Ал балалар, мына жерде
кесте берілген сол сұлба бойынша кестеге қарай отырып есептерді орындаңыздар. Ал балалар, орындап болған болсаңыздар, енді өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Аналық керіктің массасы 6 центнер, аталық керіктің массасы аналыққа қарағанда 2 есе ауыр. Ал төлінің массасы аналыққа қарағанда 6 есе жеңіл дейді. Ал енді балалар, осы жерде шешуін қалай орындаймыз? Шешуінде бірінші аталық қанша центнер екенін табамыз. Ол үшін 6-ны 2-ге көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 12-ге тең екен. Демек, аталық керіктің массасы неше центнер екен? 12 центнер екен. Жақсы балалар, енді төлінің массасын тауу үшін шыққан аталықтың массасына бөлеміз 6-ны. 12-ны 6-ға бөлгенде бөліндінің мәні 2-ге тең болады. Демек, жауабы керік төлінің массасы 2 центнерге тең екен. Егерде сіздердің есептеріңіз осы есеппен дұрыс келген болса, жарайсыздар. Сен бүгін құрама есептің қалай шығарылатынын білетін боласың. Есептің шартын құрып, және оны шығарайық. Арманда 4 кітап бар, ал жұлдызда 2 кітап артық. Есепті шешу үшін 4-ге 2-ні қосамыз. Ендеше жұлдызда 6 кітап бар. Өте жақсы. Енді есепті тағы бір сұрақпен толықтырайық. Арман мен жұлдызда барлығы неше кітап бар? Есептің сұрағына бірден жауап бере аламыз ба? Жоқ, жауап бере алмаймыз. Неге? Дұрыс, біз жұлдызда неше кітап бар екенін білмейміз. Есепте неше сұрақ бар? Дұрыс, 2 сұрақ. Ендеше есепті 2 амалмен орындаймыз. Алдымен жұлдызда неше кітап бар екенін тауып аламыз. Содан кейін арман мен жұлдызда барлығы неше кітап бар екенін табамыз. Арманда 4 кітап, ал жұлдызда 6 кітап. 4-ге 6-ны қосамыз, 10 кітап. Осы 2 амалды бір өрнек түрінде жазуға болады. Енді жауапты жазамыз. Арман мен жұлдызда барлығы 10 кітап бар. Енді осы есептерді салыстырайық. Бірінші есепте бір сұрақ болғандықтан, бұл есепті бір амалмен шығардық. Ал екінші есепте 2 сұрақ болғандықтан, оны 2 амалмен шығардық. 2 және одан да көп амалмен орындалатын есепті құрама есеп дейді. Бейнетаспаны тамашалап болған болсаңыздар, енді келесі есепке көшейік. Келесі есебіміз логикалық есептер. Ал балалар, логикалық есептерде бірнеше ойлануымыз керек екен. Ойлана отырып, есепті шығаруымыз керек екен. Мына берілген есептерге қарасаңыздар, әрбір шеңбердің ішінде сандар берілген. Шеңберіміз 4-ге бөлінген. Сол 4 бөлігінде, әрбір бөлігінде сандар бар. Сол сандарды қалай шығарамыз? Ол үшін амалдардың орындалу реті бойынша амалдарды пайдалана отырып, есептерді шығарамыз. Енді мен сіздерге көмектесейін. Бірінші есепте қарасаңыздар, кестеде 5, 8, 4, 2 сандар бар. Ал ортасында шеңберде 4 саны тұр. Ол нені білдіреді? Яғни 5 пен 4-тің көбейтіндісі нешеге тең болады? 2 мен 8-дің көбейтіндісі нешеге тең болады? Екеуінің шыққан көбейтіндісінен сандарды азайтамыз.
сонда айырманың мәні 4-ке тең бола ма, жоқ болмай ма? Соны тексере отырып, қалған екі шеңбердегі есептерді өрнек түрінде шешіп көріңіздер. Ал балалар, сәттілік сіздерге. Ал балалар, шығарып болған болсаңыздар, енді өздеріңіздің шығарған есептеріңізді менің шығарған есебіммен салыстырып көріңіздер. Яғни, бірінші шеңбердегі есебіміз 5 пен 4-тің көбейтіндісі 20, 2 мен 8-дің көбейтіндісі 16, 20-дан 16-ны азайтқанда айырманың мәні 4-ке тең екен. Демек, бірінші шеңбердегі 4 санын таптық па? Таптық. Ал енді екінші шеңбердегі сандарды өрнек түрінде есеп шығарамыз. 3 пен 9-дың көбейтіндісі 27, 6 мен 4-тің көбейтіндісі 24, 27-ден 24-ті азайтқанда айырманың мәні 3-ке тең болады. Бәрекелді балалар, дұрыс екен, е? Келесі үшінші кестеге шеңберге қарай отырып, есепті тексереміз. 7 мен 3-тің көбейтіндісі 21-ге тең болады, 5 пен 4-тің көбейтіндісі 20-ға тең. 21-ден 20-ны азайтқанда айырманың мәні 1-ге тең болады екен. Ал балалар, сіздердің шығарған есептеріңіз осы есептермен бірдей болса, онда өте жақсы дейін бағалаймын. Ал енді балалар, сіздер енді бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді өздеріңіз тексеріп көрсеңіздер болады. Бірнеше амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтап, өрнектердің мәнін таба аласыздар. Есептің шешуін жекелеген амалдар түрінде жаза аласыздар. Есептеулерді дұрыс жүргізе аласыздар. Есептеудің шешуін санды өрнек түрінде жазып көрсете аласыздар. Есептің жауабын жаза аласыздар. Берілген шеңберлердің ішіндегі сандарға сүйеніп өрнек құрастыра аласыздар. Көбейтуге және азайтуға берілген есептерді шығарып, олардың амалдарын таңдап және санды өрнекті түрінде жаза аласыздар. Егер де сіздердің бүгінгі алған білімдеріңізді осы кесте бойынша тексеріп көріп, білімдеріңді байқасаңыздар, онда жетістікке жете аласыздар. Hello, dear students. Welcome to our online school. Let's start our English lesson. Today we will continue to talk about animals. Now let's listen to a poem and color the picture. The hens are in the hen house, the lambs are with the sheep. The farmer's in the farmhouse, snoring, fast asleep. Can you see the words with different colors? We need to use colors and color the pictures. The first word is hens. Here are the hens. What color should we use? This one. Great. Well done. And what color should be the hen house? Blue. Exactly. Let's color it blue. Wow, this looks amazing. Next word is lamb. Lambs is a small sheep. What color is a lamb? Green. Sheep. Fantastic.
farmhouse. Can you say farmhouse? What color should it be? Orange. Great. And the last one, we should color the sound of snoring. Here it is. And we need this color. Good job. Now, let's learn some grammar. We use prepositions such as behind, under, next to, in front of, on, in, to express position. Look at the example. Number 1. Behind. Behind. The sheep is behind the door. Number 2. Under. Under. The bird is under the hat. Number 3. Next to. The goat is next to the car. Number 4. In front of. The horse is in front of the tractor. Next. On. The hen is on the fence. And the last one is In. the dogs are in the barn. Now, let's do one more exercise on prepositions. Here, we need to listen and choose the right option. Let's start. Where are the goats? They are on the tractor. The goats are on the tractor. We also have pictures to help us. So let's start. Where are the goats or is the goats? Are. Well done. Where are the goats? They are in the tractor, behind the tractor, in front of the tractor, on the tractor, under the tractor, or next to the tractor. On the tractor. Yes, the goats are on the tractor. Next sentence. Where is the cow? It is under the tree. The cow is under the tree. Where are the cow or is the cow? Are? No, the right answer is. Where is the cow? It is in, behind, in front of, on, under, or next to. Under the tree. Yes, the cow is under the tree. Number 3. Where are the pigs? They are behind the fence. The pigs are behind the fence. Where are or is? Are the pigs. Well done. They are in, behind, in front of, on, under, or next to. Next to the fence. No. Oh, maybe under the fence. No. They are behind the fence. The pigs are behind the fence. And the last one. Where is the horse? It is in the barn. The horse is in the barn. Where is the horse? It is in, behind, in front of, on, under, or next to the barn. Do you think in front of? No. In. Yes, the horse is
in the barn. Fantastic. Next exercise. Here, we need to put the animals onto its place according to the sentences. Sentence number 1. The horse is next to the barn. No, now the horse is under the tree. We need to put it next to the barn. The horse is next to the barn. Good job. Next, one chick is under the tractor. Let's take one chick and put it under the tractor. One chick is under the tractor. The pig is under the tree. No, the pig is in front of the tractor now. It needs to be under the tree. Here? The pig is under the tree. Well done. The cow is behind the gate. Cow behind the gate. The cow is behind the gate. Well done. The ducks are in front of the tractor. The ducks are in front of the tractor. Well done. And the last one. The chicks are on the tractor. Chicks? Let's put them on the tractor. 2 chicks are on the tractor. Well done. Now, let's play the game. Look at the picture and choose the right preposition. Let's start. Where's the mobile phone? It's in the pencil case. Where's the chair? The chair's on the table. Where are the books? Books are on the chair. Where are the apples? The apples are next to the bed. Where is the chick? The chick is under the hat. Let's have another try. Where are the flowers? The flowers are behind the door. Where is the ship? The ship is behind the door. Where is the mobile phone? It's next to the bed. Where is the chick? Under the hat. Where is the goat? Next to. One more go. Where are the apples? Next to. Where are the flowers? In the bag. Where is the goat? Next to. And the last try. Where is the horse? In front of the tractor. Where's the goat? Next to the car. Where are the books? Well done. And to finish our lesson, let's listen to the song and put the sentences into the right order. First, let's read the sentences. Number 1. With fleece as white as snow. Number 2. The lamb was sure to go. Number 3. To see a lamb at school. Next one. Which was against the rule. Next. Mary had a little lamb. Next. It followed her to school one day. Next. And everywhere that Mary went. And the last. It made the children